Қайырлы күн, балалар. Бүгін біз қазақ тілі сабағында жаңа бөлім бастаймыз. Бөлім «Дені саудың жаны сау» деп аталады. Сендер осы бөлімде сөз және оның мағынасымен және сөздің құрамымен танысатын боласыңдар. Сонымен бүгінгі сабағымыз сөз және оның мағынасы деп аталады. Сен бүгін осы сабақта сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйренесің және мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын боласың. Сонымен бірінші жаттығуға назар аударайық. Алдымен мәтінді түсініп оқып шық. Мен саған оқып берейін. Шаңғы. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы мықты ағаштардан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері екі аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтар арқылы бұрынғыдан жылдам сырғанады. Араға жылдар салып, шаңғының көптеген түрлері пайда болды. Олар спорттық, биіктен түсу, трамплиннен секіруге арналған шаңғылар және су шаңғылары. Сонымен балалар, мәтін не туралы екен? Сен мәтінді оқып шықтың ба? Енді осы мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ құрастырып көрейік. Ең алдымен адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапқан? Алғашында шаңғы қандай болды? Араға жылдар салып шаңғының қандай түрлері пайда болды? Және неше түрі бар екен? Сосын қос таяқ не үшін қосылды? Ал сен қандай сұрақтар құрастырдың? Енді келесі жаттығуға қара. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін табу керек. Ол үшін әр сөзге сұрақ қою керек. Мысалы, заттың атын білдіретін сөздерге кім не деген сұрақ қойылады. Ал заттың сынын, түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерге қандай деген сұрақ қойылады. Заттың санын білу үшін қанша, неше деген сұрақ қоямыз. Қимылды білу үшін не істеді, қайтты деген сұрақтарды қоямыз. Әр сөзге сұрақ қояйық. Мысалы, шаңғы қандай сұраққа жауап береді? Қар деген сөз қандай сұраққа жауап береді? Жасалды сұрақ қойып көрші. Ал енді орналастырған сөздеріңді тексеріп көр. Заттың атын, яғни кім не деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздер төртеу екен. Ал қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздер екеу екен. Қанша, неше деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздер, заттың санын білдіретін сөздер екеу екен және қимылды білдіріп тұрған сөздер үшеу екен. Сенде де дәл осылай шықты ма? Ендеше ережеге назар аударайық. Сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Осы ережені мұқият жаттап ал. Сосын сергіту сәтінде достарыңмен бірге ойнап алып, келесі жаттығуға қара. Екінші жаттығуда сурет берілген. Суретке қарашы. На спортшы спорттың қай түрімен шұғылданып жүргенін айта аласың ба? Бұл қандай спорт түрі? Егер бұл қандай спорт түрі екенін білгің келсе, мына сілтемеге өтіп, тағы да қарасаң болады. Бұл фристайл деген спорт түрі. Фристайл спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық іс-әрекеттерді орындайтын спорт ойыны екен. Енді мына кестені толтырып көр. Сен фристайл туралы білетін бе едің? Ендеше не білдің, тағы не білгің келеді? Осы кестеге жазып, немесе комментарийге жазып қалдырсаң, мен саған міндетті түрде жауап беретін болам. Ал балалар үшінші жаттығуда суретке қараңдар. Әдеттегідей балалар көңілді. Олар не тамашалап отыр? Осы суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады? Иә, мен ойлап тұрмын, балалар футбол тамашалап отыр, иә? Гол соққан кезде бәрі бірдей қуанып кетті. Осы сөз, қимылдың көмегімен қуанған балалардың көңіл күйін бере аласың ба сенде? Ал сен қуанғанда не істейсің? Балалар осы суретке қарап, біз әңгіме құрау керекпіз. Алдымен суретке назар аударып, тақырып таңдап алайық. Қандай тақырып қоюға болады? Енді тірек сөздерді ойлап табайық. Мысалы, мен демалыста деген тақырыпты алдым. Сосын
тірек сөздер балалар, демалыста, футбол, гол соқты және қуанды деген тірек сөздерді алдым. Менің әңгімем футбол туралы болады. Демалыста балалардың футбол тамашалағаны туралы болады. Ал сен қандай әңгіме құрастырдың? Әңгімеңді комментарийге жазып қалдырсаң, мен саған кері байланыс жасайтын боламын. Енді 4-ші жаттығуда жаңылтпаш берілген. Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Жаңылмай тез-тез айта аласың ба? Осы жаңылтпаштың ішінде аяғым және таяғым деген сөздер қарамен берілген. Аяқтың және таяқтың не екенін сен жақсы білесің. Бірақ аяқ, таяқ деген екі сөзде қ дыбысына айналып тұр. Қ дыбысы неге ғ дыбысына айналғанын сен түсіндіріп бере аласың ба? Үнемі есіңде сақта. Қ дыбысына аяқталған сөзге дауысты дыбыс жалғанған кезде қ дыбысы ғ дыбысына айналатынын біз оқу жылының басында өткен болатынбыз. Ережені тағы да қайталап алсаң болады. Балалар, сендер осы сабақта сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйрендіңдер. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ құрастырдыңдар. Және мен сендерге қызықты ойын қойып қойдым. Мысалы, ақ деген сөздің алдына мен б-ны әкелсем бақ деген сөз шығады. д-ны әкелсем дақ деген сөз шығады. Ал сен қандай сөздер таптың? Комментарийге жазып қалдыра ғой. Сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Сабақ ұнаған болса, комментарийге смайликтер қалдыруды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.